Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 7 сынып физика 5-те 5-ші жаттығу, иә? Бірінші берілген оқып қарайық. Массасы 9 грамм, ол қалыңдығы 5 сантиметр тақтайға 600 метр секунд жылдамдықпен соғылып 200 метр секунд жылдамдықпен тесіп өтеді дейді. Оның кинетикалық энергиясын істеген жұмысын және тақтайдың кедергі күшін анықтаңдар. Кедергі күш өзгермейді деп алыңдар деп көрсетті. Шығарайық. Ал оқушылар, берілген жазайық. Бізде 5-те 5-ші жаттығу. Так, бірінші есебі. Берілгені бізде масса берілген. Масса 9 граммға деп берілген. Енді бізде ұзындығы берілген 5 сантиметр. Оны 5-ті көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі деп аламыз, метрге айналдырғанда. Жылдамдығымыз бірінші 600 метр секунд. Екінші жылдамдығымыз бізде 200 метр секунд. Бізде табу керек кинетикалық энергияның өзгерісін табу керек біз. Жұмысты табуымыз керек. Сонымен қатар кедергі күшін табуымыз керек. Менде ручкам жазмай қалды. Карандашпен жазайын, сіздерге көрінеді деп ойдамын. Мына жерде кинетикалық энергияның өзгерісін табуымыз керек. А жұмыс, мына жерде кедергі күшін табуымыз керек. Енді бұл жерде біз жұмысты кинетикалық энергияға өзгерісіне тең деп аламыз. Яғни теңестіруімізге болатынын өрнекті. Енді арқаға жазайық. Кинетикалық энергиямыздың формуласын жазатын болсақ, қазір тең кинетикалық энергия 1 минус кинетикалық энергия 2. Яғни мына жерде қарап тұрсаңыздар, мына екеуінің алымы мына өзгеріске келеді. Кинетикалық өзгерісін шығарады. Кинетикалық өзгерістің мәні бұл жұмыстың мәнімен тең. Енді орындарына так формуласын қойып шығайық. Бұл жерде масса көбейтілген жылдамдық 1 бөлінген 2 минус масса көбейтілген жылдамдық 2-ні бөлеміз 2-ге. Яғни бұл жерде біздің бірінші формуламыз айқын болды. Енді бізге кедергі күшін, яғни мына жерде біз кинетикалық энергиямен жұмыстың формуласын шығара алдық. Енді бізге кедергі күшін анықтау керек болады. Кедергі күшін анықтау үшін балар білесіңдер ма, бұл жерде біз жұмыстың формуласын алсақ болады. Ол бізде А тең F көбейтілген S-ке тең. Осы жерден біз F-ті шығарып алатын болсақ, F тең болады А бөлінген S. S-ті біз L-ға теңестіріп алсақ болады, себебі бұлардың өлшем бірліктері 1. Сол кезде бізде F тең болады А бөлінген L болады. Енді орындарына қойып шығарайық. Так, мына жерден бастап жазайын мен. А-мыз тең болады кинетикалық энергияның өзгерісіне. Яғни, бізде массамыз 9 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Көбейтілген жылдамдығымыз бізде бірінші жылдамдығымыз. Мына жерлерде квадраты бар. Кешіңдер балар, квадраттар бар. 600 метр секундтың квадраты бөлімде 2. Минус массамыз бізде 9 килограммға тең. Көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Көбейтеміз V2-міз бізде 200 метр секунд квадраты бөлінген 2. Тең, арғай шығарайық. Так, 600-дің квадраты бізде 36-мың береді. 36-мыңды 9-ға көбейтіп, оны 2-ге бөлген кезде бізде қанша шығады? 1620 джоул шығады екен. Минус, мына жерде 200-дің квадраты бізде қанша болады?
40 мыңды береді екен, иә? 40 мыңды берсе, оны көбейтеміз 9-ға, бөлгенде бізде 180 джоуль шығады екен. Енді тең деп шығарайық. 1620-дан 180 джоулды алатын болсақ, 1440 джоуль қалады. Енді бізде кедергі күшін анықтайық. F тең кедергі күшін бөлеміз. Жұмыстың мәні бізде 1440 джоульға тең болды. Енді формулада бізде L деп алдық. L-іміз біздің қаншаға тең? 5 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесіне тең, иә? Тең болатын 1440 джоульді 5-ге бөлетін болсақ, 288 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі шығады, иә? Енді осы 288-ді килоджоульға айналдыратын болсақ, 28,8 килоджоулға деп, килоньютонға айналдыратын болсақ, килоньютон. Енді осын дөңгелектейтін болсақ, 29 килоньютон болды. Ал оқушылар, біз 5-5 жаттығудың екіншісін шығарайық. Берілген оқысақ, массасы 100 тонна ұшақ жерден 1 километр биіктікке көтерілгенде жылдамдығы 200 метр секунд болады. Оның жерден салыстырғанда механикалық энергиясы қандай дейді? Шығарайық. Так, 5-5-тен екінші жаттығуы. Бізде берілген жазып шығайық. Берілгені масса бізде тең болды 100 тоннаға. 100 тоннаны килограмм айналдыру үшін 100-ді мыңға көбейтсек, қанша болады? 10-дің 5 дәрежесі деп аламыз, килограмм. Одан кейін бізде биіктік берілді. H тең болады 1 километрге, километрді метрге айналдырамыз. Яғни 1000 метр болады. 1000 метр немесе 10-ның 3 дәрежесі болады. Так, жылдамдығымыз бізде 200 метр секунд. Бізге табу керек механикалық энергияны. Механикалық энергияны табуымыз керек. Так, астына мех деп жазып қойсаңыздар болады. Енді қолданылатын формулаларымыз бізде механикалық энергияны табу үшін біз кинетикалық энергия мен потенциялық энергияны қосамыз. Яғни кинетикалық плюс потенциялық энергияны қосамыз. Кинетикалық энергияны осы жерден табатын болсақ, ол бізде тең болады масса көбейтілген v-ның квадраты бөлінген 2-ге. Ал потенциалдық энергия бізде потенциалдық тең масса g-ға тең. G бізде тұрақты сан, өздеріңіз білесіздер, Енді орындарына қойып шығайық қазір. Механикалық энергия тең болады бізде кинетикалық энергия қосылған потенциалдық энергия. Бізде кинетикалық энергияның мәні мынау. Масса жылдамдықтың квадраты бөлінген 2. Так, орнына қояйық. Массамыз бізде 10-ның 5 дәрежесі килограмм. Көбейтілген жылдамдығымыз бізде 200 метр секунд. Яғни 200-дің квадраты бөлінген 2. Одан кейін бізде потенциалдық энергия. Потенциалдық энергия бізде масса GH-ға тең. Қосамыз. Массамыз бізде 10-ның 5 дәрежесі. Көбейтілген G бізде тұрақты мән. 10 көбейтеміз. H бізде 1 километр еді. Оны метрге айналдық. 1000 метр. Оны қысқаша айтқан кезде 10-ның 3 дәрежесі. 10-ның 3 дәрежесі тең болады. Так, мына жерде 200-дің квадраты бізде 40 мыңды береді. 40 мыңды 2-ге бөлеміз. Одан шыққан санды. Одан қандай сан шығады? 20-ның көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі береді. Джоулға. Мына жерде қосу. Ырғап жалғастырамыз. Қосылған. Мына жерде қарасаңыздар, 10-ның 5 дәрежесі, 10-ның 1 дәрежесі бар мына жерде.
10-ның 3 дәрежесі, 10-ның бір 6, 9 дәрежесі болды, сонда 10-ның 9 дәрежесі джоуль. Тең. Енді осы екі өрнекті қосындысын табайық. Мына жерде айналдырып алатын болсақ, мынау 0-ның мына жерде дәрежені 10-ға беретін болсақ, сонда 2 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі джоуль қосылған. Мына жерде 10-ның 9 дәрежесі. Мына жерде алдында 1 бар деген сөз. Балалар? Сонда мен сіздерге жазып көрсетейін былай. 1 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі джоуль деп. Сонда бізде шығады 2-ке 1-ді қосамыз, 3 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі джоуль. Жауабы сонда 3 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі джоуль шықты. Ал балалар, келесі үшінші есебін шығарайық. Массасы 5 тонна жер серігін 100 км биіктікке 8 км секунд болатын бірінші ғарыштық жылдамдықпен шығару үшін қандай жұмыс шығындалады? Жер серігінің орбитадағы механикалық энергиясы неге тең дейді? Берілген жауапты шығарайық. Балалар, 5-5 жаттығудың үшінші есебін шығарайық. Бізде берілгені, бізде массасы берілген, массасы тең 5 тоннаға. Тоннаны килограмм айналдыру үшін 1000-ға көбейтеміз, 1000-ға көбейткенде 5000 килограмм шығады. Бұны қысқа алған кезде 5-тің көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі деп алсақ болады. Енді бізде H берілген. H бізде 100 километр, километр деп берілген. Бұны біз метрге айналдыратын болсақ, 100-ді 1000-ға көбейтеміз. 100 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі деп қысқартып алсақ болады. Немесе 10-ның 5 дәрежесі деп қысқартып аламыз. Одан кейін бізде жылдамдық берілген. Жылдамдығымыз бізде 8 км секундқа тең. Бұны метр секундқа айналдыратын болсақ, 8000 метр секунд, немесе 8 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі метр секунд. Бізде не табу керек біз? Механикалық энергияны табуымыз керек. Бұл есеп жаңағы біз шығарған мына екінші есепке ұқсас. Осы жерде берілген формулалардың бәрін үшінші есепте де пайдаланамыз. Ол кезде біз механикалық энергияны біз теңестіріп алдық. Кинетикалық энергия мен потенциялық энергия теңестіріп алдық. Бізде кинетикалық энергиямыз тең болды. Масса жылдамдықтың квадраты бөлінген 2-ке, а потенциялық энергиямыз бұл масса G-ға тең болды. Енді осы жерден біз механикалық энергияны тең кинетикалық энергия қосындысы мен потенциялық энергияға. Кинетикалық энергия бізде мына формулаға саламыз қазір. Бізде массамыз 5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген. Бізде жылдамдығымыз 8 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесінің квадраты бөлінген 2. Мына жерде қосуымыз бар. Қосу потенциялық энергияның формуласы mgh. Бізде массамыз 5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген g бізде тұрақты мән 10 көбейтілген h бізде биіктік берілген 10-ның 5 дәрежесі деп аламыз. Тең. Ары қарай шығарайық. Мына жерде ашып жазсам, сіздерге түсінікті болсын. 5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген 8-ның 2 квадраты бізде 64-ті береді. Сонда мына 3-міз 10-ның 3 дәрежесі бұл 10-ның 6 дәрежесі болады. 10-ның 6 дәрежесі бөлінген 2 қосылған. Мына жерде бізде 5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген 10 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі тең болады. Мына жерде 64 пен 2 қысқарып кетеді. 2-ке берген кезде 32-ке мынадан 1-ге болады. 32-ні 5-ке көбейтеміз. 160 болады. Көбейтілген 10-ның, мына жерде 3 дәреже, мына жерде 6 дәреже, 10-ның 9 дәрежесі болады. Қосылған. Мына жерде 5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі бар, 10-ның 5 дәрежесі, 10-ның 1 дәрежесі бар деген сөз. Мына жерде сонда 3-ке 1-ді қосамыз 4, 4-ке 5-ді қосамыз 5-дің 9 дәрежесі болады.
5 көйтілген 10-ның 9 дәрежесі кесіңдер. Тең, мына жерде 160, 160-қа қосамыз 5, 165 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі джоуль шықты. 5-те 5-ші есептің 3-ші есебі шықты. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егерде қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, комментарияға жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Алда уақытта жақсы жаңадан сабақтар салынатын болады. Жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп қойыңыз, қоңыраушаны басып қойыңыз.